Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде A20 келіп тұр. Экранын блокировка ұмытып қалған. Қалай ашамыз, не істейміз? Қазір көрсететін болам. Мұқият қараңыздар. Ол үшін бізге ноутбук қажет және мынадай USB жалғауымыз керек. USB толық оқитын болу керек. Біздің смартфонымыздың түбі. USB-ді жалғаймыз. Бұл Type-C екен. Кешірім сұраймын. Type-C USB ноутбукке жалғаймыз, және бізде программатор болу керек, Z3 Box деген, сол арқылы ашуға болады. Жалғаймыз. Дауыс азайтатын, телефонды өшіріп қосатын батырманы басып тұрамыз бірнеше секунд. Өшкен кезде дауыс қосатынмен плюсті басамыз. Samsung деген жазу шыққан кезде өшіріп қосатынды жіберіп қайта басамыз. Міне бізге осы режим қажет еді. Android 10 дейді. Үшінші емес, iPad Factory Reset. Осы қатарға кіреміз. Factory Data Reset барлығын өшіреміз. Зауыттық настройка, зауыттық баптауларын қайта қалпына келтіреміз. Дегенмен бізде өзінде тұрған Google аккаунт өшпейді. Соны қалай өшіреміз қазір көретін боламыз. Бізде дисплей енді ауысқан болғандықтан резина қысылып тұр. Бізге кедергі жасамайды. Бірнеше уақыт күтеміз. Смартфонның қосылғанын жерде тұра тұрсын. Смартфон өзі осындай ұзақ уақыт өшіп қосылатын болады. Ол қалыпты жағдай. Ешқандай алаңдамай күтіп отыра береміз. Бағдарламаны ашып дайындап тұрамыз.
кетті ғой ойдан. Android іске қосылуда. Күтеміз. Бастайық дейді. Мен қарай қатырмасын басамыз. Келесі. Міндетті түрде Wi-Fi-ға жалғану қажет. Wi-Fi болмаса болмайды. Wi-Fi өткізуді таппай жатыр. Шықпай жатыр ғой Wi-Fi. Ешқандай Wi-Fi шықпай жатыр. Wi-Fi жоқ. Құрметті жақсылар, бізде смартфонда Wi-Fi қабылдағыш жұмыс жасамай қалған. Сол себепті біз мына жерде ішінде мегабайты бар интернет қосылған номер салдық сим карта. Сосын өткізіп жіберу деген батырма шығады. Сонымен тексеретін боламыз. Қазір біздің Google аккаунт сұрауы қажет. Wi-Fi-дің ешқайсысын көрмейді, өйткені смартфонда Wi-Fi қабылдағыш пен Bluetooth қабылдағыш жұмыс жасамайды. Екеуі бір схемада болғандықтан екеуі де жұмыс жасамай тұр. Сол үшін біз өзінің интернеті арқылы жұмыс жасатып көреміз қазір. Тексеруде блокировканы білмейміз, және Google аккаунтты да білмейміз. Міне, блокировканы сұрап тұр. Қазір алдын жазылған Google аккаунт сұрап тұр. Енді бәрінен артқа шығамыз. Сөйтеміз де ноутбукте мынандай бағдарламаны дайындап қоямыз. Бұл бағдарлама болмаса, бұл смартфонды ашу мүмкін емес. Жерде Reset FRP деген батырма бар, осыны басамыз.
күтеміз бірнеше уақыт. Енді бізге мына команданы терлейді. Жұлдызша тұр, 0 жұлдызша тұр. Тереміз. Шығып тұр ма? Онда окей, батырмасын басыңыз дейді. Басайық. Және тағы күтеміз. Мына жерге смартфонда разрешение сұрап тұр. Рұқсат беру батырмасын басамыз. Және бірнеше уақыт күтеміз. Міне болды, дайын біздің смартфонымыз. Бұғаттан шешілуде ұзақ уақыт алады, бұл тағы да. Күтеміз тағы да. Тұраңызды. Қосылды. Мынандай. Осылай қатып кетеді, өзі қалыпты жағдай. Оған мән бермейміз. Біраз уақыт осындай. Осы бағдарлама мазаны қашырады. Сияны тимейді еш уақытта. Смартфон дайын, толығымен қолданысқа. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Тағы да қызықты ақпараттар саламын.